Кайжан, сіз жаңа енді арманға бір пікір айтып қалдыңыз. Гүлназ сай келмейтін деген. Неге ондай ойға келдіңіз? Гүлназ сай келмейді? Иә. Наоборот, арман Гүлназға сай келмейтін сияқты бұл жерде. Неге? Себебі бұл арман өзіне жар емес, мама папасына келін іздеп жүрген сияқты. Жай ғана бала шағасын асырап қойып, өзі түзде айтады ғой, мен өзім түзде жүремін, соған дайынсың ба деген сияқты қызы алдын ала дайындап сұрақ қойып жатыр да. Бұндай еркектер бар Қазақстанда, оған көнетін қыздар да бар, бірақ соның басын ашып алғым келген. Өзіне уверенно сөйлейді. Вот әдемі шықты әсел дейтін мысалға Мерейден кішкене ренж болып тұр екен. Может Мерейден барып бір-бірлерінен кешірім сұрап достасасыздар. Мен өзім бармаймын бірінші. Никогда бір сат түсе салуға жақсы адамсыңдар ғой. Жақсы адам всегда бір сат түсе салады. Түсе салып бір-бірлерінен кешірім сұрау керек қой. Қалай қарайсың? Неге мен өзі ол түсіп көрсін. Ол да түссін, сен де түссін, екеуің бір жақтан жасаңдар да. Ол жасасын, сосын мен жасаймын. Екеуің бірге жасаңдар, бөлек емес. Жастар сол ғой, жастар дейтін до конца деп тұр. Сондай қыз керек па? Бірақ қазір әңгімесі басқаша болып тұр. Типа, мен басында айттым, менімен бірге жүреді. Мен сол жаңа сұрақ қойын дегем, онда сен айтып отыр түзде деп, бірге алып жүресің ба енді деген сияқты. Мүмкін алып жүреді. Бірақ енді білмеймін, алып жүрмейтін сияқты тастап кетеді. Неге кетіп ойлайсыз? Енді көбінде білеміз, тамадалардың барлығы әйелдермен жүрмейді ғой. Ертең бұл жаңағы екі қабат болады деген сияқты, үйде отыр дейді. Сосын екіншісін тағы болады. Всем привет! Бүгінгі біздің образ осындай. Қалай былай жалпы? Жарастырыңыз отырсың. Бұйырса енді бүгін күшті енді таныстыру болашақ. Бүгін таныстыруға шығам деген ойым үйсіп көрдім. Ләззат шығады, ләззат күтеміз. Қалып қалай сен ұнап жатыр ма? Күшті видеолар саладық бірге. Бұйырса бүгін тикток түсіріп шығармыз деген ойдамын. Дальше енді осы теманы суытпай ары қарай Әселге барайық. Әсел, қандай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі ұнап жатыр ма? Иә, күшті. Әпкеңе ренжіс жоқ па? Бәрі жақсы ма? Қандай әпкеме? Маған да. Жақсы көремін сізді. Жақсы көрсең, мен сені жақсы көремін. Әдемі болып тұрсыз бүгін. Ай, рахмет. Енді қара, Әсел саған сұрақ қойғым келіп тұр. Мерейдегі ұнайтын бір қасиет. Ұнамайтын емес. Баршаңызға қайырлы күн болсын, жұма мүбәрәк болсын. Құдай қаласа 1,5 сағаттан кейін эфир басталады, тамашалаңыздар. Күндеріңізге сәттілік, қолдап жатқан барша жанға алғысым шексіз.